Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ЭКГ талдайтын боламыз, яғни тіс қайдан туындады, ол комплекстер қайдан пайда болды және де нормада қалай болу керек, соны талдайтын боламыз. Мысал ретінде біз бір комплексті алайық. Мынау П тішесі деп алсақ, мынау Q, R, S, Т деп белгілейміз. Бізде бұл жерде П тішесі қайдан шығып отыр? П тішесі негізі нормада жүрекке сигнал беріледі. Ол сигнал бізде оң жақ жүрекшенің жоғары бөлігінен беріледі. Сондықтан да ең бірінші оң жақ жүрекше жиырылады. Сосын барып сол жақ жүрекше жиырылады. Негізі осылай жиырылады, бірақ екеуінің арасы өте жылдам болғандықтан ол бізде ЭКГ-да осы П тішесі болып бейнеленеді. Ары қарай сигнал АВ түйініне беріледі де, одан соң перикоротканың қозуы болады. Бұл бізде Q тішесін бейнелейді. Және де одан кейін бізде қарыншалардың жиырылуы болады. Бұл бізде оң жақ қарыншаның жиырылуы, ал бұл бізде сол жақ қарыншаның жиырылуы. Және де ары қарай қарыншалардың босаңсуы пайда болады. Сосын бізде қайтадан қарыншалар қозуға дайындалады. Яғни ол қарыншалардың реполяризациясы, ол бізде Т тішесін береді. Енді талдауды П тішесінен бастайық. Негізі бізде тішелер міне П тішесі бар, сосын Q тішесі, сосын R тішесі, сосын S тішесі және де Т тішесі. Яғни бізде П тішесі, Q, R, S және Т тішелері болды. Және де бізде сонымен қатар интервал дегенде ұғым бар. Яғни бізде PQ интервалы нормада. PQ интервалы бар. Бұл бізде П тішесінің басталған жерінен Q тішесінің басталған жеріне дейінгі аралықты PQ интервалы деп атаймыз. Және де бізде ST деген интервал бар. Яғни бұл S тішесінің аяқталған жерінен Т тішесінің аяқталған жеріне дейінгі аралықты айтамыз. ST. Және де бізде сегмент дегенде ұғым бар. PQ сегменті бар бізде нормада. Және де ST сегменті деген ұғым бар. ST сегменті бізде өте қатты рөл ойнайды, әсіресе миокард инфаркт кезінде. Және де әрқайсының өзінің нормалары бар, ұзындығы және де амплитудасы болады. П тішесінің нормада П тішесінің уақыты бізде 12-ден кіші болу қажет. 0,12 секундтан кіші болу қажет. 0,12 секундты қалай анықтаймыз? Яғни бұл бізде, мысалға, мына ЭКГ-ны алатын болсақ, осы ЭКГ-да клетка санын санаймыз. ЭКГ-ның түсірілу жолдары 50 мм секундына және де 25-тік болады. Если 25 болатын болса, онда біз әрбір клетканы 0,04 секундқа көбейтеміз. Ал если 50 деп тұрса, онда біз оны 0,02 секундқа көбейтеміз. Яғни П тішесін қалай есептейміз? Жалпы тішелерді біз клетка арқылы есептейміз. Мысалға, бір үлкен клетканың ішінде 5 майда клетка болады. Міне осы жерде майда клеткаларды көбейтеміз. Яғни бізде если 3 кішкентай клетка шығып тұрса, соны 0,02-ге көбейтсек, онда 0,06. Бұл бізде әрбір тішенің ұзындығын білдіреді. Енді бізде нормада П тішесі 0,12 секундтан кіші болу қажет. Амплитудасы 2 мм-ден жоғары болмау қажет. Сонымен қатар П тішесі бізде
әрдайым экг-да бірінші отведениеда, екінші отведениеда және де АВФ отведенияларында және де В2, В6 да оң болу қажет. Яғни біз всегда осы экг-да тек бірінші, екінші және де АВФ қалған грудной отведенияларда 2-де В2, В3, В4, В5, В6-да оң болу қажет. Яғни оң подшесі болу қажет. Ал қалған жағдайларда, мысалға, үшінші отведениеда және де бірінші отведениеда кейде плюс, кейде минус болуы ол норма болып саналады. Енді біз PQ интервалына келетін болсақ, PQ интервалы подшесінің басталған жерінен кодшесінің басталған жеріне дейінгі аралық. Ол нормада 0,12-ден 0,20-ға дейін болып саналады. Если 0,20-дан асып кететін болса, онда біз қандай да бір блокаданың түріне күдіктенуіміз мүмкін. Яғни бұл бізде арақашықтықтар, ұзындықтар не үшін деп ойлайсыздар? Яғни бұл бізде блокада немесе қандай да бір ауытқулардың, синдромдардың анықтайтын боламыз. Келесі бұл бізде кодшесі нормада 0,003-тен кіші болу қажет, 0,03 секундтан кіші болу қажет. Және де амплитудасы R-тішесінің 4-тен 1 бөлігіне тең болады. Амплитудасы деген мынау бізде биіктігі. 4-тен 1 R. Және де келесі комплекс бұл бізде QRS кешені. Яғни QRS. Q тішесінің басталған жерінен S тішесінің аяқталған жеріне дейінгі аралық. Яғни QRS комплексі деп аталады. Бұл бізде нормада 0,06-дан 0,11-ге дейін болып табылады. Және де осы QRS комплексінің ішінде R тішесі бізде нормада 0,05-тен кіші болу қажет. Және де ұзындығы 25 мм-ден төмен болу қажет. Амплитудасы, яғни биіктігі. Келесі тіше бұл бізде S тішесі. S тішесі нормада 0,06-дан кіші болу қажет. Және де амплитудасы 20 мм-ден төмен болу қажет. Секунд. Так. Келесі бұл бізде ST интервалы. Яғни ST интервалы бізде нормада 0,32 секундқа дейін болып табылады. Және де бізде ST нормада 0,12-ден 0,15 секунд аралығында. Және де соңғысы бұл бізде Т тішесі. Т тішесі нормада 0,16 мен 0,24 секунд аралығында. Және де амплитудасы R тішесінің 4-тен 3 бөлігіне тең. Келесі сабақта біз ЭКГ-ны талдайтын боламыз. Яғни ЭКГ-ның талдаудың 5 этабын атап өтетін боламыз. Электр осін және де жүрек соғу жиілігін есептеуді үйрететін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.